Сәлем баршаңызға, бүгін сүзбе ірімшіктері. Алдымен 400 грамм ірімшік алып, үстіне бір жұмыртқа салып, және 4 ас қасық қант қосуды ұмытпаймыз. Жақсылап қасықпен араластырып, бір келкі сұйық қоймалжың етіп дайындаймыз. 3 ас қасық және ұн салуды ұмытпаймыз. Оны себелеп салып, біздің ірімшігіміз барлығы бір келкі болу керек. Бұл бір келкі етіп араластырған ірімшіктен біз шар тәрізді формочка жасаймыз. Домаланған ірімшіктен жалпақ пішін жасаймыз. Себебі табада қызған майды кішкене қыздырып қорып аламыз. Алақанмен жалпайтып жасалған ірімшігімізді ұнға ұнатамыз. Табаны газда барынша қыздырамыз және 3 қасық су май құямыз. Біздің сүзбе ірімшігіміз бар жоғы 1-2 минутта кішкене қызарады. Оны аударып, тағы да бір мәрте қуырасыз. Сіздермен болған Смағұлова Еңлік, каналға жазыламыз.